Жігіт сыны болады. Өнермен де ақыл, біліммен де сайысатын сәт. Алфавит деп аталады, музыка кетеді, билеп тұрасыздар, халық кім қалай жақсы билеп жатыр, қарап бағасын мен араласпаймын, өздеріңіз бересіздер. Мен келемін, любой буква айтам, сол буквадан басталатын бір зат алып келу керек ана. Мысалы мен А деп қалсам, яғни алма алып келу керек. Апельсин деген сияқты. Түсінікті ғой, жайлап түсін. И необычный болсын, бір-біріңізді қайталамауға тырысыңыздар. Орындық жайлап бір-бірден азайып отырады. Мысалы, мына орындықты алып тастауға болады уже. Көрі сонда біреу ұшады. Ал кетті шапыла құрақ, шымкент! Қайда, шымкент билейміз, сілемді, чубука, абылайға! Стоп! Ва! Ал кеттік! Отырамыз орындыққа. Отырмау керек. Асықпа, сіз мына жерде тұра тұрыңыз. Қай жердің жігіті? Астана Чугунка. Чугунка. В, не болды сізде? Вилка. Вилка. Не, жастардың бәрі однотонный, да, однотипный. Вилка. Вот, ақсақалдар мына виноградты жеп отыр. Шапала құрақ, көрдіңіз бе? Үлкендер бәрі уже. Анау, мудрость приходит возрастан дейтін, көрдіңіз ба? Ал, Чугунка сізге мынау виноград. Визда болсын, менікінді алып қойыңыз. Рахмет, шапала құрақ шығарып Чугунка кетті. Шапала құрақ. Алма не считается, апельсин не считается. Алма, апельсин не считается. Жаңа ұшып кеткен қайда, Кім жоқ? Сілеті ма? Сен анау кондиционермен ақылдасып жүр көріңіз. Жұрт адамдармен ақылдасып жүр ғой, жақта аз екен. Так, сізде не? Айфон дейді шапыла барайық. Көкеміздің күшті фантазия. Айфон! Мынау алма емес. Алмұрт. Мықты. Шымкент енді по-шымкентский ақша деді сразу. Авадок. Базар жоқ. Мынақсы шоколад. Альбени деп қояды. Неплохо. Аз екен айбетпеніз. Қалай келдің, солай кеттің. 6 жігіт қалды. Почти подаркалай не батсыздар. Ал кетті шапала құрақ, қос музыканы. Ғалия деген сияқты ға! Ұшып қиындайды. Ға! Ал, отырыңыз, все. Болды, көке, айып етмес. Келіңіз, қазір көреміз. Может, қателескен шығар. Ал, сізде ғ, не? Ғалия. Қайда, біріншіден Ғалия қайда? Сен сонда бірінші орын алайын деп тұрсың ғой? Сен рахат орыннан қозғалма, С десе Сәния де, Ғ десе Ғалия де, П десе Паша де, Д десе Динара де, рахат көп. Жоқ, болмайды, дұрыс айтасыз, болмайды. Сіз тұрыңыз. Сіз, көке, сізде бірдеңе бар ма? Отырып алыңыз. Телефон қолында. Ғаламтор дейді шапыла құрып қояқ. Сіз отырыңыз. Ғаламтор дейді? Груша ғой. Груша дейді. Ну давай, считается. Жоқ, болады. Сіз қай жердіксіз? Сабынды да груша дейді. Всегда олар жаңағыдай андай не қылып айтады. Ғылатып айтады. Ғаламтор. Ғабит ғаламтор қарап тұр дейді. Ғаламтор Қайрат Нұртастана. Google дейсіз ғой, Google. Бұл жаңа жігіт өзіне кетті ғой, ал көріңіздер ме қиындайды. Сондықтан каждый стол көмектесіп отырыңыздар мына жігіттеріңізге. Ал енді кетті қос музыканы.
сен не өзі көрсетші бір не болып жатырсың? Юбка дейді? Міне юбка. Енді тәтір асықпа, сіздікі дұрыс аға, сіздікі юбка деген қате бізге юбканың өзін әкелу керек еді. Әкелсеңіз, юбканың өзін алып келіңіз, болмаса, болмайды аға, шайғасыңыз. Мен әкетпеймін дейді, жоқ, олай болмайды. Все, үлгірме, давайте честно болайық міне. Мына жігіттікі бар, көке, енді сізге бара берсеңіз болады. Қара мұртын айбатын, қара мұртын қайратын, қара мұртын тұрғанда, қарамайтын қайғатын деп шапыла қойып қояды. Юбка, так, сізде сотка. YouTube дейді. Міне, мынау вообще жұлып әкепті юбканы бұрудың. Кімнің қызы қазір юбкасы жүр? Өзінің қызы юбкасын алып. YouTube? Андағы YouTube емес қой. Андағы взрослый бірдеңелер көріп отырсың. Ал, шапыла ұрып қояқ! Айғалема? Мен өзім білем. Может, ана кісі ұнамай шығармаған. Может, ана кісі Сталинға ұқсайды деп жіберген шығарым мен, может. Менің ойыным, мен өзім білем. Так, ал, көрек, Шымкент қалды, Сабынды қалды, Астана, Ұзынағаш қалды. 3 орындық, 4 приз. Стоп! Әлібек деген сияқты, адам әкелмендер, Так, сіз үлгермей қалыңыз, тұра тұрыңыз. Мынау орамал, сен бір орамал қайта әкелеміз. Бұл сырға. Әшекей дейді. Считается? Әшекей. Сендер екеуің бір әйелден алып келдіңдер ме? Не болып кетті? Екеуің құрап, бір намыр құрап алып болады. Әтір Ұзынағаштікі, мал қалай күшті. Сіздікі әшекей. Енді 4-ші орын алып тұрсын енді. Жаңа самый последний орын сіздікі болып тұр. Есімің қалай? Бекмұрат. Енді саған скидка берейін. Любой подарка таңда. Ұятың болса мұнан ал. Шабыла ұрып шығарсалайық. Бәке, жайғасыңыз. Ал уже екеу қалды. Екеу. Кет, баста, қос музыканы. Жігіт шоу. Көңілдірек, қане. Айда. Стоп. Д. Апельсин. Домалақ доп дейді наны. Слабоватый. О, болмаса, деньги дейді. Қалай болмайды, но деньги ғой. Тенге? Жоқ, деньги дейді. Болмайды деп атыр. Ұрсасың бана жақты. Жоқ, негіз болады. Далап дейді. Далап деген не ол? Команда далап дей ма? Қазақшасы сондай. Сіздер екеуің бір-бірімен ұрсыңдар сен. Осы екістер бір-бірімен. Сізде не болды сонда? Духи бар. Духи. Ну, проиграл Духи. Просто Духи. Не істейміз басқа. Сізге 3-ші орын бір шабыла ұрып қояқ. Фен. Қабылаңыз. Фен. Ал, біздің екі претендент. Қай жерлеріңіз? Ұзынағаш. Қай облыс? Алматы облысы. Шымкент қаласы. Екі оңтүстік Қазақстан. Сабындыда кетті, Сілетіде кетіп қалдық, Қорғалжында кетіп қалдық, бәрі кетіп қалды. Алматы менен Шымкенттің битвасы. Финал. Бір-бір қыздан алып алыңдар өздеріне. Бір-бір қыздан. Конечно. Бүгін халал той, желательно әйелдеріне. Сіз
Кім болып келесіз? Достар бұл. Достары. Жиенім. Жиені. Болды. Жиен против дос, Алматы против Шымкент. Пар болып билейсіздер. Бірақ билегенде бір андай би емес, бір фантазиямен, чувство, ритма, жаңа Аманбай ағалар биледі ғой, сондай бір характермен бүйтіп фук деп жаңағындай. Сондай бір необычный, былай мостикқа тұрып, бір өзгеше бірдеңелер жасау керек қой. Түсінікті, иә? Ал, бастаймыз. Кеттік. Шымкент бастайды. Шырайлы шыңғала. Бүгін күн жылыны басынан сөйтіп жатыр, сөйтсем міне Шымкент сіз жүргізін жылынып жатыр. Ал қызым бұл барыңдар. Сразу айтайық, сен дым билемедің, вообще слабын, сен көтеріп ап айналдырғадан басқа түк істемедің. Нағыз күшті биледі. Жұбайыңыз ба сіздің? Вот күшті биледі. Көріп тұр, тырысып, сен что-то тырыспай тұрсың. Әйеліңе кәдімгі дүние деп билеп, үйінде шайнек жоқ екен көріп тұр. 75% алды сендер командалар. Нормально. Но мұн жақта 100 алатындар бар. Ал, сізден сәл шағындау екенсіз, барымыз салыңыз. Кішкентай шайнек тез қайнайды. Ал, дайынсыздар ма? Сборный жиендер, Алматы облысы, Ұзынаға шапалақ, қос! Деп тұрмын ғой. Қауыма өтін Ұзынаға шын деген. Мұрты болмаса да құрты бар екен.